Мама, ертегі айтып берші. Балалар, ертегі тыңдағыларың келе ме? Жақын отырыңдар. Лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Әжемнің ертегілері. Бала мен қарлығаш. Өткен замандарда бір кедей өмір сүріпті. Оның жалғыз ұлы болған екен. Баласы медреседе оқып, әр күні ерте кетіп, кеш келетін көрінеді. Бірде бала сабақтан келе жатып, жол үстінде ұша алмай жүрген қарлығашты көреді. Жанына келсе, оның бір қанаты сынған екен. Бала ары қуалап, бері қуалап, ақыры ұстап алады. Қуанышы қойнына сыймай үйіне алып келеді. Кешке әкесі жұмыстан қайтқан кезде алдынан жүгіріп шығып, «Әке, мен бүгін қарлығаш ұстап алдым, өзі жуас екен, жүр, көріңізші», деп бастап кіріпті. Құстың бір қанатының сынық екенін көрген әкесі, «Балам, дұрыс істегенсің. Құс адамның досы. Сондықтан мұны жақсылап күт», деп қарлығаштың қанатын бір қызыл шүберекпен таңып қояды. Бала қарлығашты баға беріпті. Күндіз сабаққа кетерде апасына, «Апа, қарлығаш үйден шығып кетпесін, есік терезені бекітіп қойып, су, жем беріңіз», деп тапсырып кетеді екен. Бірталай уақыт өткен соң, қарлығаштың қанаты жазылып, үй ішінде ұшып жүреді. Күн өтіп, ай өтіп, күз болады. Бірде барлығы таңертеңгі шайларын ішіп отырған кезде терезе ашылып қалып, қарлығаш ұшып кетеді. Оған бала қатты өкініп жылайды. Тіпті тамақ та ішпейтін болады. Кешке дейін далада жүріп, аспанға қарай береді. Ұшып жүрген құс көрсе, «Әке, анау менің қарлығашым ба?» деп сұрайды екен. Әкесі баласын жұбату үшін, «Балам, сен жылама, қарлығашың келер көктемде қайтып келеді», депті. Күн өтіп, ай өтіп, жаз шығыпты. Бір күні таңертең ойда жоқта бір қарлығаш үйге ұшып кіріп, белағашқа қоныпты. Бала өзінің қарлығаш екенін қанатында байлаулы жүрген қызыл шүберегінен танып, «Әке, қарлығашым келіпті, қараңызшы», дейді. Сол кезде қарлығаш сайрай жөнеледі де аузынан бір тал нәрсе жерге түседі. Бала оны әкесіне көрсетеді. «Бұл қауынның ұрығы, мен оны егейін, амандық болса күзді жейміз», дейді де әкесі ұрықты бақшасына егіп қояды. Біраз уақыт өткеннен кейін қауын өніп, жер бетіне шығады. Мұны көрген бала қатты қуанады. Қарлығаш бұрынғысынша үйдің ішін мекендеп тұрып жатады. Қауын білік тарта бастағанда, баланың әкесі айрықша қарап, тыңайтқыш шашып, мерзімімен суарып отырады. Бір күні бір бас қауын түйін тастайды. Қауын күн санап жетіле береді. Көз болып, қауын келсіп өсіпті. Баласы әкесіне, «Қауынды қашан үземіз, қашан жейміз?» дей беріпті. Уақыты болғанда, әкесі қауынды үзіп алып, үлкен бір табаққа салыпты да, үстін жауып үйге алып келіпті. Үлкен сары қауынды көрген бала қуанышпен, «Әке, кесіңізші», деп жалыныпты. Әкесі қауынды кессе, іші толған алтын екен. Сөйтіп әлгі кедей ат басындай алтынға ие болып, бүкіл өміріне, тіпті ұрпақтан ұрпаққа жететіндей қазынаға батыпты. Енді қайту керек? Алтынды бүтіндей базарға шығарып сатса, оны қайдан алдың деп тексеру мүмкін. Онда бір пәлеге қалармыз деп бір шетінен азданып кесіп алып, базарға барып сатып, тұрмысына жаратып жүріпті. Айлар өтіп, жылдар жылжи береді. Кедейдің тұрмысы тәуірлене бастайды. Жер, су, мал жанға ие болып, баю жолына түседі. Оның базарға алтын әкеліп сатып жүргенін ел естиді. Тіпті бір кедейдің аяқ астынан байып кеткені сол ортаның патшасының құлағына да тиеді. Патша, кедей алтынға қалай ие болды?
мүмкін менің қазынамнан ұрлаған болар деген ойға келеді. Дереу жандай шаптарын жіберіп кедейді шақыртады, алтынды қайдан алғанын тергейді. Жауыз патша да әділдік деген қайдан болсын, ақыры оған алтынын тапсыруды бұйырыпты. Оны қайдан алғанын мән жайын айтса да көнбепті. Қоймай жүріп, кедейдің алтынымен қоса мал мүлкін, қора жайын өзіне өткізіп алыпты. Кедей қайтадан таршылық көріп, баласымен сергелдең өмір кешіпті. Бірде патша кедейге: «Бұл шынында да қарлығаштың әкелген қауын ұрығынан өнген алтының болса, маған да бір қауын өндіріп әкеліп бер. Сонда мал мүлкіңді, алтыныңды өзіңе қайтарамын» депті. Кедейдің басына ауыр күн туып, әділетсіз заманда барар жер, басар тауы қалмай, өз үйіне келсе, қарлығаш та ұшып кеткен екен. Кедей баласымен жылап, сықтап, бір қысты өткізеді. Жаз қайта оралады. Осы кезде кедей мен баласы қарлығаштың келуін тілейді. Күндердің күнінде қарлығаш ұшып келіп, терезеден кіріп, белағашқа қонады. Бала оны көргенде жүрегі тебіреніп, қатты қуанады. Қанатына байлаған қызыл шүберек әлі тұр екен. Біраздан соң қарлығаш сайрай жөнелсе, аузынан тағы бір тал қауын ұрығы жерге түсіпті. Әкесі барып қолына алады да: «Балам, осыны өндіріп, өнген қауынның патшаға беріп, өзіміздің дүниемізді қайтарып алайық» дейді. Баласы мақұл көреді. Кедей жігіт қауын ұрығын тағы да бұрынғы жеріне егеді. Күндер өткен соң өніп шығып, білік тартқанда және бір бас түйін салады. Кедей қауынды ала жаздай күтіп, алаңсыз баптайды. Бірнеше мәрте суарып, тыңайтқыш төгіп, жан тәнімен беріліп қарайды. Күз болып қауын піскенде, кедей жігіт шын ниетімен оны үзіп алып, залым патшаға өзінің ұры еместігін дәлелдеу үшін алып келеді. Патша үйінде екен. «Тақсыр, өндірген қауынды сізге әкелдім, қабылдағайсыз» дейді. «Жарайсың, мен мұны алайын, бұрынғы алтын, мал мүлкіңді қайтарып ал» деп масайраған патша жарлық қылады. Кедей тапсырманы орындап, бұрынғы дүниесін түгелдей қайтарып алады. Патша маңғазданып, ат басындай сары қауынды көріп, «Іші толған алтын, мен енді зор байлықпен өмір кешетін болдым» деп қуанады. Уәзірлеріне: «Ана қауынды жарыңдар, оның іші толған алтын, оны менің қазынама тапсырыңдар» деп бұйырады. Патша өз сарайының төрінде отырады. Уәзірі қауынды келіп тіледі. Қауын қақ жарылғанда, ирелеңдеген қара шұбар жылан оқша атылып, патшаның мойнына орала кетеді. Патша табанда жан тапсырады. Содан былай кедей бақытты өмір кешкен екен. Баласы оқып, білім алып, ғалым болыпты. Ал қарлығаш бір жолата өз мекеніне ұшып кетіпті. Қандай жақсы ертегі! Ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Алда тағы да не бір қызықты ертегілер күтеді.